Амансыз ба, аяулы қараушыларым? Мен бүгін сізді фразеологизмдер деген темада хош көріп аламын. О фразеологизмдер деген дайымлық, бірігу сөзлер. Өздерінің бас мәнелерін йойып, бір ортақ мәнеді аңлатқан сөзлер, сөз бірігулер боладылар. Басқаша орысша біз оларға фразеологизмдер деп айтамыз. Бәрімізге де белгілі әлім Жалалдин Шоқмырзаев фразеологиялық сөзлігін шығарып, біздің халқымызға икон сауға етіп кеткен. Онда біз ашып қарасақ, көптеген фразеологизмдерді табамыз, олардың көбісі адамдардың мүшелерімен байланыслы. Сол фразеологизмдер сізге бек қызықлы болар деп сенемін. Адамда көп мүшелер бар да, бас, көз, аяқ, қол, бауыр. Солармен байланысты фразеологизмдерді біз есімізде тұтсақ әрі болар деп ойлаймын. Жимада, текстлерді оқыған заманда, адамдар ясикөлермен сөйлеген заманда біз құлақ аспайырбыз. Ол қайтып айтты, не үшін сөйтіп айтты екен деп. Мысалы, сіз лаңқа етсеңіз, сізді тетеңіз айтатындар, яда анаңыз үйді басыңа киме деп. Ол фразеологизм болады, балалар. Үйді басыңа кимеден, лаңқа етпеден. Адамның мүшелермен байланыслы фразеологизмдерді мен сізді таныстырмас емін бүгін. Бүгін хабар бараяқ, фразеологизм ақында тілімізді байытқан, бәр мүшеді танытқан, суды, тасты, төбеді басқалайын айттырған, тілімізді шебер етіп байытқан, бұл бірігу сөздерді ақылылар көп айтқан. Сол ақыллардың ең ақылысы фразеологизмдер сүйген, бізге толшы оның ақына yazып кеткен Жалалдин Шоқмырзаев тағы да бірген айтамын. Мен сізге бірнеше фразеологизмдердің ақында бүгін айтып, олардың мәнесін шешкім келеді. Міне қолмен байланыслы фразеологизмдер. Қолы еңгілден фразеологизмді алып қарайық. Сенің қолың еңгіл, менен бір зат сатып алшы деп айтады да, мысалы бізге түкенші. Не десе, оны соң сату тез үреді. Қолы еңгіл деген солай болады. Қолы алтын. Алтын қолы тек алтын яғылған қолты, ол алтын қол деген ол не затты да етіп болатаған әдемге айтылады. Қолы сұқ. Қолы сұқ деген ол ұрлақай әдемді айтады. Тағы да айтайын сізге, аяқ деген сөзді алып қарасақ, аяққа тұру, стать на ноги, да? Біраз баю, күш алу, қадірлі болу. Аяқ астындан көрмеу, аяққа оратылу. Аяққа кім оратылады? Кішке бала лаңқалап, құлық етпей бермей тұрса, тай берден аяғым астында оратылма деп айтамыз да. Яда жүрек аяққа кету десек, сердце в пятки деп орыслар айтады да. Жүрек аяққа кетуден бек қорқтым деген сөзді аңлатады. Аяғы басқан жерді көзі көрмейді деп айтсақ, ол мақтаншақ, өктем адам, өзінің байлығынан, әкімлігінен қопасыған адам ақында айтады, аяғы басқан жерді көзі көрмейді. Көз тию, балаға көз тию, өткір көзлі, сен қалай өткір көзлі, тап қара ұстай деп айтадылар да. Көзі көтермеу, завидовать да. Біреудің еткен үстінлігін біреулердің көзлері көтере алмайды. Көзден кетсін, қайтып болса сөйтіп етілген құлыққа айтылады. Оң көзімен қарау. Мен бүгін балам конкурста қатынасақ, сен оң көзіңмен қараш деп біреулер айтадылар да. Көзге көрінмеу, суық көз. Міне суық көз деген қайтып аңлайсыз? Көздер түрлі боладылар. Таң көзлер, ашық көзлер, алал көзлер, ама боладылар суық ине кіргізгендей көзлер. Ол холодный взгляд да, сондай мәнеде аңлатылған. Бас деген сөзді айтқан заманда үйді басыңа кию деп лаңқалау деп айттық. Басты көтеру, қопасу, басты алып қашу, маға тиме, басына қашу дейін да, маға тиме деп. Басты айландыру, аны Айшат, ақ шайтан, қара шайтан болып, мен басынды айландырып, маға өзінің затын көйлегін сатып берді дейміз мысалы да. Басты йою, терять голову, ярты бас десек, ярты бас деген ақылсыз, білімсіз әдемге айтады. Басты сатып алу, яманнан басыңды ятып алма, сатып ал деп айтамыз да. Басында ел ойнау, елпаш адамдарға айтады.
Ем басты ақашу, егер ол өзінің басын ақашып қатыспаға сүймесе. Жүрек деген сөзбен бізде көп фразеологизмдер бар. Оның ақында да Жалдыншық Мырзаев бізге әрөтіп айтады. Жүрегі алал адамды игі адам. Жүрегі арапа таудай деп айтсақ, қопа адамды айтады. Жүрегі ашу, өкінеді да, қайғырады. Жүрегі іріп кетсе де, әру болады, көңіл әру болады. Баласы келіне игі сөз айтса, қайнанасының жүрегі іріп кетеді. Яқшылық сезімімен жайнау. Жүрегі іш тарту, шек қалу. Жүрегі ялаңаш. Оның жүрегі ялаңаш, аузын ашса өңіші көрінеді деп айтамыз да. Ол ала жүректі адамға айтылады. Жүрегі яту. Менің моға жүрегім ятады, яда менің моға жүрегім ятпайды. Сенемін, яда сенмеймін да. Ұнанамын, яда ұнанмаймын. Жүрек аулау. Мен ұнығым келіп, менің бүгін жүрегімді аулап кетші деп айтамыз да. Көңілімді көтеріп кетті. Шатлық ендіріп кетті. Жүрек ауру, қайғыру. Ян ауру. Жүрек ала қайда кету, қорқу. Жүрек ашту, біреуге қайғы, қиынлық салу. Көресіз бе, жүрек деген сөздермен қайда көп бізде бар фразеологизмлер. Бас деген сөзді алып қарасақ, басда адам басымен байланыслы көп фразеологизмдер бар. Басына су құю, өлтіру, яман сөз. Бас алдату, әуліктіру деген аңлатады. Бас үстінде сыйлану, өрметлеу. Басым түсіп бар ятыр деп айтамызша. Бұл мен басым қалай түсіп бар ятыр деп. Бас күшлі ауырса, сөйтіп айтадылар. Сондай сөз біреу бар. Тағы да баспен байланыслы. Бас ұрмау, тілемеу. Мен о затқа басымды ұрмайым дейді, тілемейім дейді. Ялынмайым, ялбырмайым дейді. Бас кему, сыйы өрметі кему. Басын алмай, көтермей, шалысып, тұрмай ислеу. Басын сипау, бауырмалықты білдіруді, бала басын сипағандық деп айтамызша бізді. Бала басын сипағандықы. Кім неге айтса, соғынықы болады бала. Так, сондай баспан байланыслы көп айтпағы болайық. Мысаллар бек көп. Біз фразеологизмден темаларды өткен заманда мектепте де балалармен сол сөздікті белсен қоланамыз. Мен айтамыз, кім қайдай мүшелермен байланыслы фразеологизмдер жазып алар деп. Беттен мысалы, бет ашқан той, келін көрсету. Бізде тамадалар айтатшы, бет ашу әдетті көрсетейік деп. Деді, бет жарық болу. Бетім ярық болды, кедем армиядан келіп, кедем алыс жолдан келіп, бетім ярық болды дейміз да. Сондай мүшемен байланыслы фразеологизм бізде. Көзден, көз тию, сглазит. Өткір көзлі, бәр затты көрет аған. Көз ауру, күллеу, көз айлану, тамаша қалу да. Көзі айну, кеден келіп, көзің айыныпты деп та, сүйінуді көрсетеді. Көз ақашу, ұялу. О мені көрген заманда көзіне қашты. Бір зат. Олай дегеніміз ұялды денді. Көзі алмайды. Көзі алмау, осал көру. Әдемнің зрениесін айтады да. Көз алдынан тайдыру. Убрать глаз долой денді. Көз ашу, білімлі болу. Көз ашпау, әлсіз болу. Көз байлауыш ойнау, ясыру. Сен менімен бүгін көз байлауыш ойнау олтырма деп айтамызшы да. Ясыртын етіп олтырмады. Көз бен қастың арасында жоқ болып кетті деп айтамызшы да. Бек тез денді аңлатады. Бек тез жоқ болғанды. Көзі барда, көзім барда мен саға өзім насихатымды айтып кетейім деп. Тірі тұрған заманда деп. Көзі бар заманда деп, есіңді бір кішке ертегін үзігін айтып кеттім келеді сізге. Қазгери дейін ертегіді бек ярайды ма? Мен балаларға да айтамын. Бір қарттың, бай қарттың ялғыз оғлы болады. Ол әлі еркін кеткен бала болады, жігіт. Тек атқа мініп, қыдырып, достарымен қыдырып жүрмей сөйтен болды. Үйлен деген заманды атасы тілейді, ол үйленгісі келмейді. Заман бар деп.
атасы бек кайгырады, эми өлег заманда улун чакырып айтады ого. Ал кедим, мен көзім тірі тұрған заманда мен сенің яқшылығыңды көрмедім, ұнығымды сүймеге амал табылмады. Енді мен өлген заманда мен саған бір тілегім бар дейді. Мен өлгеннен соң мен қасқылап жинаған дүниямды шөмішіліп төкпе дейді. Досты қарап сайла, досқа беріп болсаң алыпты бол дейді. Дос есапырас, есаплы дос айырылмас деген тақпақты мұтпа дейді оға айтады. Ама кедесі оға тыңламайды, атқа мініп кетеді, келсе атасы өлген болады. Ол атасының жиылған байлығын бір жыл озбай саулы шашып дүниясын шөмішілеп пайлап құтарады достарына. Ол бір затсыз қалған заманда ол атасының сөздерін, өсиетін есіне сүреді. Атасы айтқан болады. Ама мен айтқан затты сен тыңламай, құлақ аспай, дүнияңды йойсаң, сарайға барып, онда жеп өлулі, сонда асқа қасыларсың деп. Атам, мен сен айтқаныңды етпедім тірі заманда, көзім тірі заманда. Енді сен ызғы тілегін самай етейім деп, ол сарайға барып, жіпке асылаяқ болып жіпті тартқан заманда, сонын бір шелек алтын жерге құйылып түскен дейді. Ол сондай ақыллы атасы болған, ол көзі тірі заманда кедесінің не етегін, қайтып етегін ойлап, оға сондай байлықты қалдырып кеткен. Кедесі ұлы жылап қазгери, атам сен өлгені соңдай мені ойладың деп, ол енді қайтабастан яңы яшап басылайды, достарды қарап сайлайды. Сосы бек мәнелі ертегіді біз есімізде тұтпайырықпыз. Дос есапырас деген тақпақты да мұтпа керек туылмыз. Мұса Құрманалиев айтқанша, дос іздесең өзіңе, қарама тек сөзіне, біреулер игі сөзлі, өзлері екі yüzлі. Дос тұтсаң ондайларды, саға әзірлер қая ұрды, арамылықты сағынар, өзі тыныш олтырар. Шынтысыман алал дос, сенен янын аямас, яманыңа, яқшыңа келер сенің қасыңа деп айтқан Мұса Құрманалиев. Мен ойлаймын, сізге бүгін тағы да бар бізде көп фразеологизмдер, құлақ, аяқ деген сөзбен байланыслы, тағы да басқа мүшелермен бауыр деген. Мен ойлаймын, сізге қызықлы болса, Жалалдин Шоқмырзаевтың сөзлігін аларсыз. Мен сенемін, ол сізге бек үлкен пайда әкелер. Сау болыңыз.